Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгінгі тақырыбымыз әріптердің созылып оқылуы. Созылып оқылу әріптің төбесінде мынау белгі болса, осындай үтір сияқты белгі болса, әріп созылып оқылады 1,5 алифке, яғни 1,5 секундқа. Мысал ретінде қарастырайық, мынау алиф әрпі ғой, ә, и, у. Түсінікті, келесі бә, би, бу. Мияқта бә әрпі созылып тұр ғой, ұзын болып, сондықтан ол созылу белгісі болады. Кәсірі белгісі. Бә, би, бу. Тә, ти, ту. Міне қараңыздар, мына жақта үтір сияқты белгі жоқ қой, тә әрпінде. Бірақ тә әрпі осындай ұзын болып созылып тұр, сондықтан бұл созу белгісінің белгісі. Өзіміз жаңағы үтір белгісіне ұқсайды, ал мияқта ту әрпі, міне қараңыздар, ту өзі дамма кеп тұр, одан кейін тағы уау әрпі кеп тұр, яғни бұл созылу белгісі. Түсінікті деп ойлаймын. Тә, ти, ту. 1,5 секундқа созамыз. Келесі сә, си, су. Тура тә әрпі сияқты ережеде. Жә, жи, жу. Міне қараңыздар, жә әрпі кәсіра, бірақ ұзар тұрғандықтан созылып оқылады. Ұмытпаймыз. Жә, жи, жу. Хә, хи, ху. Ха, хи, ху. Дә, ди, ду. Міне дәл әрпінен кейін кәсіра және әлиф тұр, значит, бұл созу белгісі. Ди түсінікті, ду де жаңағы айтқандай дамма кеп тұр, және де уау әрпі созылып оқылады. Келесі зә, си, су. Ра, ри, ру. Міне радан кейін әлиф, риден кейін міне яй белгісі тұр ғой, бұл да созу белгісі. Әріптен кейін ри, кәсірамен кеп тұр, және де яймен кеп тұр, сондықтан ра, ри, ру. Зә, си, су. Сә, си, су. Шә, ши, шу. Са, си, су. Міне қараңыздар, си дегенде үтір белгі ретінде келеді, және де ри мына жақтағыдай белгі ретінде келеді кәсірадан кейін. Са, си, су. Та, ти, ту. Та, ти, ту. Са, си, су. Ха, ри, ру. Ға, ғи, ғу. Фә, фи, фу. Қа, қи, қу. Кә, ки, ку. Ля, ли, лю. Мә, ми, му. Нә, ни, ну. Уә, уи, у. Хә, хи, ху. Я, и, ю. Барлығын 1,5 секундқа созамыз. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум.